Доллар гүлін тез көбейтудің әдісін ойлап таптым. Барлығы жапырақтан көбейту әдісін біледі, ал гүлінен қалай көбейту керектігін білмейді. Доллар гүлі гүлдегенде көпшілігі оны кесіп тастайды, себебі гүлі онша әдемі емес деп. Өкінішке орай ол дұрыс емес. Гүлін кеспей, қайта сыртындағы қауырсынын ашып, щетканың көмегімен ұнтақтарын тазалап отыру керек. Сонда ол уақыт өте келе дәл осылай пісіп жетіледі. Сол кезде оның қабығын ашып, топыраққа отырғызыңыз. 2 аптада өскен және 2 жапырақ пайда болады. Доллар гүлі гүлдегенде оны ешқашан кесіп тастамай, пісіп жетілгенін күту керек. Ешқашан гүлдеген гүлдердің гүлін кесіп тастамаңыз. Күштің бәрі сол гүлдеуге кетеді деген бос сөз. Ол дұрыс емес. Қайта ол сізге көптеген тұқымдарын дайындап жатыр деген сөз. Ұнаса лайк және комментарий.